Бір жігіт жерде жатқан бөтелкені көтерді. Сол сәтте бөтелке әп сәтте ақшаға айналды. Мұны көрген ол қатты таң қалды. Дәл осы кезде оның көз алдында бір экран пайда болды. Экранда жиналған әр қоқыс 1000 есе пайда әкелетіні көрсетіліп тұр. Жігіт қасынан өтіп бара жатқан бір қызды тоқтатып, "Экранды көріп тұрсың ба?" деп сұрады. Бірақ қыз оны жындыға санады. Ол тағы бір адамнан сұрап көрді. Алайда әлгі адам мүлде мән бермей кете барды. Сонда ол бұл жүйені тек өзі ғана көре алатынын түсінді. Экрандағы жазудың рас өтірігін тексеру үшін ол қоқыс жинай бастайды. Көп ұзамай шотындағы ақша ондаған 1000 есе көбейгенін көріп қуанып кетті. Дәл осы кезде оған сыныптастардың кездесуіне шақырту келді. Басында барғысы келмеген, бірақ экран егер кездесуде 10 журнал жинаса, 3 миллион ақш доллары сыйақы алатынын көрсетті. Кейін ол сыныптастар кездесуіне келді. Бастапқыда бірнеше журнал алып үнсіз кетпек болған, бірақ оны бір сыныптасы байқап қалды. Сол адамның сөзінен кейін бәрі оған қарап қалды. Жиналғандар оны кезек-кезек мазақ етті. Түріне қарап қаңғыбасқа ұқсатты. Бір бай жігіт оны әдейі қорлағысы келіп, жанындағы қызға ақша ұстатып, барып соған беруді бұйырды. Ол қыз жігіттің бұрынғы сүйіктісі еді, бірақ жігіт оған мүлде назар аудармады. Бай жігіт жақындап келіп, оның тек қоқыс теруге ғана жарайтынын айтты. Өмір бойы кедей болып өтесін деп келеместеді. Жігіт дауласпай кетпек болды, бірақ оны тоқтатты. Сыныптастары бай жігітке жағымпаздансаң, бәлкім тұрақты жұмыс табарсың деп ақыл айтты. Алайда ол бұған мән бермеді. Бай жігіт оның бұл мінезіне қатты ашуланып, бір теуіп жерге құлатты. Жігіт енді бұл қорлыққа шыдай алмады. Орнынан тұрып бар даусымен айқайлады. Бай жігіттің бүкіл байлығы өзінікінің қасында түк те емес екенін, тіпті аяқ киімін тазалауға да лайық емес екенін айтты. Бұл сөздер бай жігітті мүлде ашындырды. Ол адамдарын шақырып жігітті үстелге басып тастауға бұйырды да бір стақан қызыл шарапты басынан құйды. Жиналғандар кедей жігіттің басы бәлеге қалғанын айтып сыбырласуда. Дәл сол сәтте жүйе қайта пайда болып, жігітке шексіз күш сыйлайды. Енді ол бай жігітке ауыр жаза тартқызбақ еді.